Ассаляму алейкум, урматтуу серджилер. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгүн майысынын дорта жума күнү. Русия тарафындан ишгал этилген Кырымнын СИЗОсунда канунсуз сүретте тутулган Узейр Абдуллаевдин вазияты агар. Буны UA TV телеканалына адвокат Мамед Мамбетов билдирди. Кеченлери мабюсуну зиярет эткени edi. Айтканы кеби, Узейр аляда хастаханеге яткыздырылмаган ве антибиотиклерни де артык алмай. Еле-еле уговорил конвойного. Конвойн зорнен en azından 10 dakika bermeye kandırdım. Yaşı haber yok desek olur. Sol ayağında zornen basa edi. Ayağı şişken. Analizlerini bakan hekim onun şeker hastalığı olganını hakkında bildirdi. İnsan hastahanege yatkızdırılmalı. Onu ise kameradan farkı olmagan sanitar bölükte tutalar. Русия кувветчилери 2016 сенесі октябрь 12-сінде ишгал этилген Кырымда 5 мусульман элесінде шу жүмледен Узейр Абдуллаев ағасы Теймурнун евінде тинтувлерни кечирген edi. Тинтув 7 саат девам эткен edi. 5 Кырым татары тутуп алынды. Олар дерсин Хизбут Тахрир тешкилиятына киргенлеринде кабатлана. Канунсуз сүретте тутулганларнын имаясы дейки бу диний элементке көре япылган такыптыр. Шымды Кырымлылар Акмесжитнын СИЗОсунда булуна сынырлав тедбиры, яни тевкif жазасы июньнын 11-не кадар узаттырылган. Ишгал этилген Кырымда Акмесжит СИЗОсунда тутулган Исмаил Рамазановнын саглык вазияты бирден финаллашты. Буну Кырым акыкатка адвокат Алексей Ладин билдирди. Онун сөзлерине көрө, кувветчилеринин мабюсуну шатлык этмеге зорлаштырмага тырышканынан соң Рамазановнун буреклери эле проблемлер башланды. Адвокатлар Рамазановга кимлерни ебермеге талап этти. Кремль незаретинде чалышкан Акмесжит район махкемеси Кырым татарынын майысынын 18-не кадар аписте калдырды. Русия ишгалчилери оны экстремист фикерлери динлер ара нефретini догурган малуматынын таркатуунда кабатлай. ФСБ фикрине көрө, Рамазанов малуматыны санки интернет-радиосы вастасынен таркатайды. Украина тышкы ишлер назерлиги Русияден Украин журналистлери Роман Сущенко ве Микола Семенаны азат этмеге талап этти. Буну Твиттерде назерликнын матбуат кетиби Марьяна Беца бутун дуня матбуат сербестлиги куну мунасибетинен язган эди. Бунун эле Киев ишгалчы акимияттен вактынча ишгал этилген Кырымда ве Донбасста матбуат васталарына этилген баскыны токтотмага чыгара. Женкеверлер Донецк вилеты Майорск касабасына атеш ачты. Касабага атеш яры еже вақтында ачылды. Дейлер ерле полицияда. Учимескен евге зарар кетірілді. Олған малыматқа көре әлі колған яда яраланған адам yok. Полицияда теракт маддесі бойынша жинайет ішінің ачылмасы ақында. Меселе алетілі. Умумен геже девамында женкеверлер уч кере Украина арбийлеріне атеш ачқан еді. Деп білдірелер бірлешкет күчлерінің матбуат мерkezінде. Бу геже Русия ишгалчы ордулары Донбасста арбий әрекетлерінің кечирилген зонасында уч кере Украина арбийлерінің мевземлеріне атеш ачқан еді. Приазовьеде Талакивка янында Луганск юнелешінде Новотлошкевска ве Луганскай тарафына атеш ачылды. Буну бірлешкен күчлерінің матбуат мерkezінің матбуат забиты Александр Петрук білдірді. Кечен күн девамында ишгалчилер Минск анлашмаларында ясақ этилген селядан 21 кере атеш ачқан еді. Мудафанын уч кысмына Донецк районы Светлодарска дугаве ялы бою сынырына. Украина арбийлери арасында телеф yok. Підрозділи об'єднаних сил. Бірлешкен күчлерінің бөліклері Русия ишгалчы ордуларына мевзелеріміздің ичересіне кірмеге имкан бермеді. Фаал мудафа әрекетлері нәтижесінде душман зарар көрді. Истихбаратның мәліметіне көре 2 ишгалчы yok етілді. Учу яраланды. Алманияда кечирилген Combined Resolve X халқара орбита лимлерінің фаал қысымы башланды. Украина арбийлери чоқ миллетлі батальон эркенында иштирак етті. Силандырувда Т-84 ве М-84 танклары 103 Спартан, МЛА-84, М-107 Симметр ве БТР-80 зырхлы машиналары бар. Украинлилерінің итифақдашлары риваятке көре Литония, Романия, Словения ве Америка арбийлері ола.
Бу талимләрдә уларның душманлары Армавутлык, Булгаристан, Гурджистан, Полония ве Америка Берләшкән Милләтләрнең силалы куәтләренең бүлекләре ола. Уларның силаландыруында М1А2, Росомак, Брейдлей ве Сау Паладин зырхлы машиналары мевҗүд. Талимләрнең илк басамагында Украин бүлекләре билгеләнгән районга юруш территорияның миналавы, аскерләрнең сакланмасы ве уҗум үзәрендә чалышты. Мы сегодня начали марш. Бүгін контроль ноқталар бойынша йөрішні душманның периметры тарафындан керуден башладық. Талимлер девамында майын манияларны яптық. Ватандашларның машиналарны тоқтатып, ясақ етілгенше яда силянын олып олмасын тешкердік. 1943 сенесінден ilk сефер әдебият бойынша Нобель мукафатының берілежек тарихы денештірілді. Тақдерлек вен намзетлерінің сайлануы үшін месулиетлі Исвеч академиясында олған қавға себебінде. Академияның даими азаларындан бірінің ақайы мукафатының олажақ лауреатларының адларыны ашкар еткенінде қабатланған еді. Исвеч матбуат васталарының мәліметіне көре шубелі шахыс фотография режиссер Жан-Клод Арно ве о қабатлавларны рет әте қавғадан сон Исвеч академиясының уч азасы ве даими кетібі Сара Даниус истифаға ариза берген еді. Әдебият бойынша Нобель мукафаты енді кележек сене берілежек. У вақыт бірден әке лауреат илан етілер. 2018 ве 19 сенелерінің ғалиплері. Майысның сонunda УЕФА Чемпионлар Лигасының кечірілмесі вақтында Киевге тахминен 100.000 әжнеби турист келер. Бұны шер мемориеті білдіре. Чемпионлар Лигасына қадар пайтақта мұхлислер үшін бір қач зонаның açılması планлаштырыла. Бұның еле футбол хасталары арасында ярышлар кечірілежек. Чемпионлар Лигасының финалы майысның 26-сында Олимпийский комплексында кечірілежек. Ливерпуль ве Реал Мадрид takımları koruşacak. Maçını Dua Lipa Britanya yarıcısı açacak. Дейлер УЕФА матбуат хезмәтендә. Олег турист из Лондона. Эркес Чемпионлар Лигасыны беклей. Чоқ адам мында дигер мемлекетлерден келер ве олар ерлі секенлерінің муйлемлиги ве мусафирченлегінден мемнун қалыр. Бу инсанлар туристлерні қаршыламаға азыр. Мұндаки муит мусафирлер үшін ғайет хоштыр. Святослав Вакарчук милли ерлар ве классик шах эсерлер. Украин пайтахтының мерkezінде ерлаған шардыванлар месімі башланды. Былтыр оларны там реконструкциясы япылған еді. Чешмелерінің бір чоқ механизмы денаштырылды ве 18 акустик система 600-ден зиеді ярық диоды қошылды. Репертарыны Киев сәкенлері рейберу вастасынен сайлады. Мустақылық мейданында шардыванларда не ақында ерлай. Мұхберіміз біле. Репертуарда рок, классика, милинах милер буси не жетвілгеді чоқ земаневе Украин ижраджысы көрсетілді. Аниточка, тебе нравится фонтанчик? Аниточка, чешмеде ән чоқнені бегенесін. Ярық сачқаныны. Балалар үшін бұл әрді импек мерақлы и жанлыдыр. Богемская рапсодия, я уже ее... Рапсодияны әнді екіншісіне сейірітем айықлеві бойынша ән тәсерледір. Әм жамалыныды ішітмек пек мүнін олдым, чүнке о Евровидение ярышының ғали бұдыр. Мария Дуня бойынша сияхат әті бір чоқ музыкалы шардываны көргенеді, ама мемниетле туған Киевіндеді оларға бақмаға келді. Дубайда көргенедім чешет мемлекетлерді әлбетті ки анда олар ейже, ама бізді пек қалышмаймыз. Менімже бұнен ғұруланмақ керек. Бұл шерінің зиярет варақасыдыр. Әнді еді елдівамында олені Алманияда яшай. Айтқаны кебе сөңке сефер келгенде таблалар чалышмайды. Шының үшін бөле бір шоу. Оның 5 яшында оғлы үшін хош бір сюрприздір. Детский восторг. Бала и жаны евлят бақтылыдыр. Инанылмаз бір манзара. Реконструкциядан соң шардыванлар бар күчінен ойна башлады. Балабан таблада суғын ән yüksek ақымны 35 метрге еті. Күчік сөйлерді 15 метрге. Бұл кебе шоу майданда майыс айындан сентябрьге қадар ақшам вақтында көрсетілежек. Тамара Каноненко, Максим Градабык, ЮАТВ. Урметлі серджілер, бұда қақаға бұл сонки хаберіміз еді. Дады чоқ хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV или олыңыз сағылықнен қалыңыз көрішкенде.